Ал жақсыларым, сіздер менен тағы да жаттығу сұрап жатсыздар. Енді мен көргенімді көрсетіп жатырмын. Қазір бір жапондық тағы бір жаттығу көрдім. 100 ауруға емдейді. Оны бір жарты сағат жасайсыздар. Сол кезде қанның айналысы жақсарады, қан қысымы төмендейді, бауырдың детокс процесі жақсарады, лимфамыз іске қосылады және тері астындағы майдың еруіне әсер етеді екен. Енді оны сіздер қаншалықты өздеріңіз тиянақты жасайсыздар. Ал кеттік. Аяқтарыңызды кеңірек ашыңыздар, қолдарымызды айқастырамыз. Ал енді қараңыздар, бір жақ тізеге отырамыз да, келесі аяғымызды өкшеге. Көрінбей тұр ма? Қанша жасай аласыздар, сонша. Мен өзім 50 рет жасап жүрмін. Отыруға тырысыңыздар төмен қарай. Я? Келесі. Қолдарыңызды жоғары көтерген уақытта дем аламыз. Сермей түсіреміз. Дем шығарамыз. Прям қатты сермеңіздер, Келесі алдыңда жасаған жаттығу естеріңізде болса, қолымызды көтереміз, сермеп түсіреміз. Енді кімнің қолы көтерілмей жүр, сол кісілерге өте жақсы екен. Қараңыздар, бір тізеге отырамыз, төмен қарай, екінші аяқтарыңыз түзу. Қаншалықты сермей аласыздар, қолдарыңызды артқа қарай сермеңіздер қатты. Келгеніңіз келгенше қинамай жасаймыз. Ал енді келесі тағы да аяқты кеңірек ашамыз да. Иығымызды қаншалықты төмен түсіре аламыз тізеге дейін. Қанша жасай аласыз? Тізеңізді бүге отырып осыны жасаймыз. Ал енді егер де орындарыңызда секіре алсаңыздар, секіруге болады. Секіре алмасаңыздар, онда денемізді жай ғана сілкілеуіміз керек. Бұл өте жақсы. Мына денектегі блоктарды ашады. Үйіп тұрған. Ал ем болсын, сіздерге пайдасы тисе, шипасы тисе, маған үлкен сауап. Сонан кейін кейбір адамдар негатив жазбаймыз, сіздерге ұнамаса өтіп кетіңіздер. Мен көпшіліктің сұранысы бойынша ғана шығып жатырмын. Бұны білмейміз ба, неменеге көрсетіп жатсың деген адамдар бар ортада. Сондықтан жандарым өтіп кетіңіздер. Біреудің жеке қақысына кірмей. Аман болайық.